Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кафедегідей үй жағдайында жасалатын қайнатпа сорпаны жасаймыз. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, суға салып, баяу отта қайнатамыз. Және де етпен бірге пиязды саламыз бірінші, және де пиязды турамай бүтін күйінде салу керек. Пиязды бүтіндей салсаң, сорпамыз прозрачный, әдемі түс береді. Жоғары отта қайнаған сорпаның көбігін алып, тұзын саламыз дәміне қарай. Қайнап жатқан сорпаға келесі картошканы ірі-ірі етіп турап саламыз. Одан соң болгарский перец, қызанақ және де сәбізімізді ірілеу етіп турап, қайнап жатқан сорпаға саламыз. Және де сәбізді теркадан өткізіп, майдалап сорпаға салатын болсақ, осылай етіп, өте әдемі сарғыш түс беретін болады. Жақсылап араластырып, енді баяу отта 1,5-2 сағат көлемінде қайнатамыз. Сорпа қаншалықты көп қайнаса, сүйектің, еттің дәмі, көкөністердің дәмі беріліп, сорпаға өте әдемі түс және өте әдемі дәм беретін болады. Міне сорпамыз дайын. Егер сорпаңыз прозрачный, осындай әдемі сорпа болсын десеңіз, пиязды бүтіндей салып, қайнаған кезінде алып тастайсыз. Және де қайнап жатқанда сорпаның бетін мүлдем жаппайсыз. Міне нағыз пайдалы, ауырғанда шипа беретін сорпамыз дайын. Сіздерге де жасап көруге ұсынамын. Егер менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуіңізді сұраймын.